Так, не қызық болады екен. Так, ойбай, бісміллә, сен несің өзі? Ончик, алдында сен өзің керемет ресурспак жасатам деп жатыр едің ғой. В принципе, жасатам деп айттым. Сол ресурспакты бізге бере аласың ба? Біз ойнаймыз деп едік. Бізге сетете аласың ба? Әрине, онда видеоны до конца көр. Достар, бұл бейнероликте мен өзімнің жеке ресурспагыма обзор жасайтын боламын. Бәріңе сәлем. Сендермен бірге мен Онтик. Қалдарың қалай? Мен бүгінгі видеода мен өзімнің жеке ресурспагыма обзор жасайтын боламын. Менің ресурспагым өте қызықты және де 128 пикселдегі ресурспак десем де болады. Видеоны до конца көріп, лайктарыңды басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, ал мен видеоны бастаймын. Досым, сен бұл өмірде миллионер болу мүмкін деп ойлайсың ба? Бұл сұрақтың шешімін сенің мотиваторын арнасы ұсынады. Достар, бұл балада қазір бірақ та бұл бала алдағы уақытта өте көп видео шығаратын болады, яғни сендер нағыз мотиваторларың болады. Арнасына тіркеліп, видеоларын көріп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл Friends, керемет ала шапка, керемет превьюлар. Неге арнасын қолдамасқа? Достар, арнасына описаниядағы комментарияда ссылкамен өтіп, арнасына тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл бала өте қатты тырысады. Бізде де ойын басылып кетті. Менің қасымда қазір Накош деген бір бала отыр. Накош менімен бірге бір командада. Біз қазір осындай блоктарды алып, міне блоктарым өте әдемі. Яғни бұл шерсть түрі өте жақсы жасалған. Және де бұл 28 гигабайттық, яғни пиксель дей ма? Так, достар, енді бұл ресурспак, яғни сразу айтамын, слабый телефондарға келмейді. Сіздің телефоныңыз егер 8 гигабайттық болса, 16 гигабайттық болса, сіздің телефоныңызда бұл ресурспак қатуы әбден мүмкін. Және бұл ресурспакта кірген кезде генерация ландшафтада міне осылай тұрады. Кірген кезде, яғни қаланың әп-әдемі, сіздер как будто Нью-Йоркта, яғни Америкада қаладағыдай сіздер сондай бір керемет нәрсені байқайсыздар. Және бұл ресурспак енді PvP-ға онша қатты арналмаған, яғни бұл тек әдемілікке арналған, сондықтан мечі барлығы өте жақсы жасалынған. Бұны кім жасады десеңіздер, бұны әрине Буч деген бала жасады. Тот самый Қазақстандағы номер 1 RP Maker. Оны танымайтын адам жоқ деп ойлаймын. Жалпы соны осы бала жасады. Бағасын айтпай қойын. Бағасы енді қазіргі МКП-шілер оны сатып алуға ешқандай ниеттері жоқ деп ойлаймын. Енді жалпы өте тамаша ресурспак. Өзіме ұнады. Мықты ресурспак. Достар, мен қазір ГРП серверінде бедварсында, яғни Слим және Накош, мен Бончик болып төртеуміз ойнап отырған болатымыз. Мен қазір Слимге жестко атака жасайтын боламын. Челябинский Каракодзе. Зачем ты строчишь комплименты? Ты мне только без одежды. Расскажи, зачем ты строчишь комплименты? Ты мне интересна, детка, только без одежды. Қысқасы достар, осындай өте керемет видео болды. Ресурспакты сіздер 130 лайктан кейін мен осыны описание қойып кететін боламын. Ал сендермен болған мен Онтик. Давайте достар, лайк басып арнаға тіркеліңдер.